Саламатсыздар ма көрермендер? Және осы канал ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Біз алма туралы айтамыз. Түлкібас ауданының алмалары өте дәмді. Қызыл алманың да қанша сорттары бар, көк алманың да қанша сорттары бар. Халықтар бірлесіп, ұйымдасып, алма көгалдандырып, көктемнен бастап қыс айына дейін шаруалар жұмыс істейді. Алмалар дәмді болғаны соншалықты керемет. Баланың да, ата-ананың да және ата-әжелердің де аузынан дәмі кетпейді. Алманың құрамында фолий қышқылы бар. Қан әйел кісілердің және үлкен кісілердің қан құрамын көбейтіп өте пайдалы. Жатар орында алма жеген өте пайдалы. Алма жемісін Алла тағалам тәтті қылып, дәмді қылып жаратқан. Және алма біздің өміріміздің мәні. Көздің жауын алады. Халық бірлесіп жинап, қысқа дайындалып, алманы жинап алады. Алмалар өте пайдалы жемістердің бірі. Алма біздің отанымызда, Алматы қаласында, Түлкібас ауданында және Қазығұрт ауданында өседі. Алма жемісін біз күнделікті пайдалансақ, зияны жоқ. Алманың витамині қабығында. Алма жемісі өте пайдалы жемістердің бірі. Және біз күнделікті көктем айынан бастап егіп, суғарып, көктемде алманы бұтап, жақсылап қарап, суғарсақ, көпке дейін жемісін береді. Алма жемістері өте пайдалы, одан тосап істейміз.